Желіде сұмдық ақпарат тарады, барша хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін басып отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Дәретханадағы оқушы өлімі, мектеп директоры қызметінен шеттетілді. Жамбыл облысында 8 сынып оқушысы жоғарғы сынып оқушысының қолынан қаза тапқан болатын. 14 жастағы бала кеуде тұсынан алған соққыдан кейін мектеп дәретханасында жан тапсырған. Ал әлімжеттік көрсетіп жұдырық жұмсаған 9 сыныптың оқушысы қамауға алынды. Қанды оқиға 30 сәуір күні мектеп ауласындағы әжетханада болған. Мектеп ұжымы болған жағдайды барынша жасыруға тырысқан. Алғашында оқушының ата-анасына жүрек талмасы ұстап қалды деп хабарлаған. Жамбыл облысына қарасты Құмжота ауылындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп директоры Қанат Бекбайкен қызметінен шеттетілді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.